Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің ғалымдары өндірістік процестер барысында бөлінетін шаң көлемін айтарлықтай азайтатын жаңа технология әзірледі. Ғылыми жоба университеттің қолданбалы зерттеулер бағытын күшейтіп, ғылым мен өндіріс арасындағы ықпалдастықтың нақты нәтижесін көрсетеді. Жаңа инженерлік шешім өндірістік түтін құрамындағы шаң бөлшектерін ондаған есе төмендетуге мүмкіндік берді. Осыған дейінгі өндіріс орындарында жүргізілген сынақтары барысында шаң концентрациясы 400 мг-нан 10 мг-ға дейін азайғаны анықталды. Ең алдымен бұл жоба біз ғылым менен өндірістің бірлескен нәтижесі деп атап өткім келеді. Біздер университеттің ғылыми тобы бұл жобаны ғылыми идеядан бастап коммерцияландыруға дейін сүйемелдеп келді. Қарапайым тілмен айтқанда, мекемелер уақытылы тиімділігін жоғалтқан тазарту жүйелерін қолданып келді. Ол шаңның өте көп бөлінуіне және жабдықтардың тез тозуына және экологиялық мәселелерге әкеліп келді. Кейбір жерлерде 400 мг-ға дейін барған жағдайлары болды шаңның көлемінің. Ең бірінші біздің ғалымдар ретіндегі ұсынысымыз, міндетіміз болды. Бұл өндірісте процестердің барлығын зерттеп, әлсіз жерлерін тауып, ғылыми бір шешім ұсыну керек болдық. Нәтижесінде бұл технологияның арқасындағы ең бірінші біздің жаңалығымыз, бұл сүзбелердің қызмет ету мерзімін ұзарттық және қысылған ауаның шығынын азайту арқылы бұл сүзбелердің өзіндік құнын азайттық. Технологияның ғылыми жаңалығы сүзгі қаптарды жаңаша регенерациялау жүйесін қолданумен байланысты. Бұл шешім сүзгі материалын қорғап, шаңды ұстау тиімділігін арттыруға және жабдықтың қызмет ету мерзімін ұзартуға мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта әзірленген технология Ақтөбе, Ақсу және Екібастұз қалаларындағы бірқатар өндірістік нысандарда енгізіліп жатыр. Бұл жоба біздің университет ғалымдарымен қазір Намаш экология компанияның өкілдерімен бірге жасалып жатқан жоба болып табылады. Ғалымдарымыздың нақты теория жүзінде жасалған ғылыми зерттеулер нақты өндірісте көрініс тауып жатқаны. Яғни бұл коммерцияландыру жобасы жалпы отандық әзірлемелердің санының көбеюі және импорттық алмастыруға алып келеді. Сонымен қатар бұл жоба тек қана Ақтөбе өңірінде емес, сонымен қатар Ақсуда, Екібастұз қалаларының бірнеше өндірістің нысандарында көрініс тауып жатыр. Жоба университет пен Қарағанды қаласындағы Казэнерджи Маш экология компаниясы арасындағы ғылыми-техникалық ынтымақтастықтың аясында жүзеге асырылып отыр. Негізгі сүзгілеу жүйелері компанияның өндірістік базасында құрастырылады. Әзірленген технология металлургия, энергетика, тамақ өнеркәсібі және құрылыс материалдарын өндіру салаларына бейімделді. Жоғарғы білім және ғылым министрлігі жанындағы ғылым қорынан 350 миллион теңге көлеміндегі гранттық қолдаумен жүзеге асырылуда. Сонымен қатар өндірістік серіктес тарапынан 123 миллион теңгеден астам инвестиция тартылған. Компания өкілдерінің айтуынша жаңа технология өндірістік шаңды тазарту бағытында шетелдік жабдықтарға тәуелділікті жояды. Жүйе толықтай отандық ғылыми және инженерлік шешімдер негізінде әзірленіп, өндірісте құрастырылып жатыр. Бұл өнеркәсіп орындарының экологиялық жүктемесін төмендетуге, отандық технологиялық өнімдердің дамуына ықпал етеді.